міндет. Әр адам өзінің міндетін жасау керек. Мысалы айтайық, пышақ кесет. Мен кесіп атырым деп міндет қыла алмайды ғой ол. Ол пышақ кеспесе, пышақ кеспейтін болса, не істейсіз оны? Айтыңызшы. Ол мусор болады ол. Еркек мал таппаса, кеспейтін пышақ болады ол. Еркек бағу керек. Еркек жанұясын сүйреу керек. Ол сол еркек. Жанұяны сүйрейтін, жанұяға жауабымды берем деп жауапкершілікті сезетін. Сондықтан жігіттер айтатыным, атқа мінгеспе дейді. Мінгескен соң артым ауырды деме дейді. Мінгеспей тұрып ойланып алыңыз. Мініп алдыңыз ба, енді ондай жылауға болмайды. Сүйреу керек. Сол үшін еркектің тапқанын еркек мен таптым деп міндет қылмасын.